Армысыздар, бармысыздар? Біздің қымбатты тыңдармандарымыз, арнамызға қош келдіңіздер. Арнамызға салған әңгімелерімізге лайк басып, тіркеліп, қолдап жүрген сіздерге Аллам разы болсын. Әңгімелерімізге лайк басып жүрген алтын саусақтарыңыз талмасын, шаршамасын. Отбасыларыңызда тек береке болсын. Бүгінгі күндеріңіз сәтті болып, барша қазақ еліне, барша алаш жұртына тек жақсылығымен келсін. Қымбатты тыңдармандар, мен бүгін әңгімелейтін әңгіме жоғарыда әңгімелеген болатынмын. Жетісайдың жігіті Айла деген азамат жөнінде болғалы тұр. 2002 жылдары Айланы Тараз қаласының Атышулы Қырықбаевтар бригадасының ішіндегі ең қатыгезі Қайрат Қырықбаев аямай сындырды деген әңгіме жазған болатынбыз. Осы оқиғадан соң Айла өзінің Жетісайына қайтып, Жетісайға келгеннен соң бір-екі жігіттерді жанына жинап, әсіресе ең жақыны Әбдікәрім, оны жігіттер Алик деп атайды. Осы Алик өте тірлікке пысық қағілез жігіт. Айланың жұмсаған жерлерінің бәрін тиянақты жұмыстарын жасап жүреді. Жетісай қаласының маңындағы бетонка деген үлкен жол бар. Сол жолдың жанынан темір қабылдайтын пункт ашып, қара темірді бір бөлек, түсті металдарды бір бөлек қабылдайды. Алик осы жұмысты басқарып, жете қадағалап жүреді. Ал Жетісай қаласына жақын маңда Тәжік ауылы деген ауыл бар. Сол ауылда тұратын тәжіктерге бір аттан беріп, ат болғанда яғни жылқы, сол жылқыны мақта бағасымен бағалап есептесесіңдер деп шекаралас жатқан Өзбекстанның мақтасынан Қазақстанға мақта тастады. Міне осылай Айла пысықтығының арқасында бас аяғы 5 жылда кәдімгідей дүние жинайды. 2010 жылдары Айланың Жетісай ауданында бір мал қорасы болады. Бір атар қой, 2 үйірдей жылқы, 60 бастай қара мал, яғни сиыры болады. Міне осындай жағдайын көтеріп алған Айла намазға бас қояды. Осы діни ағымның бір саласына түсіп, әжептереу тірлік жасап жүрген Айла біратала діннің сол ағымына түседі. Айламенен жолығып қалған таныстары Айланың мінез-құлқының әбден өзгергенін айтып таңғалысады. Айла осылай діни ағымның бір саласыменен адамдарменен байланыста болып, одан сайын сол діннің жолына түседі. 2013 жылдары Ресей мемлекетінің басылымдарына көз жүгіртіп қарасақ, Ресей басылымдарында жарияланғандай Қазақстаннан Сирияға қарай 15 мыңдай азаматтар аттанған екен. Кейін қазақ елінің ақпарат көздеріне сүйенсек, Ресей мемлекетінің жазған жазылымдарын растап отыр. Негізі Сирияға аттанған әр азаматқа жарияланбаған түрде өзара келісімдері болады. 15 мың доллар ақш долларымен сыйақы берілген екен. Бұл Сирияға аттанып жатқан азаматтардың ішінде басым көпшілігі қазақтар, өзбектер, ұйғырлар және басқа ұлт өкілдері. Бұларды Сирияға аттандырғанның басты себебі біздің жоғарыда отырған адамдар, лауазымы бар мемлекеттік чиновниктер жол көрсетіп отырған екен. Көбіне көп жоқшылықтың әбден қымбатын киген адамдар бұндай істерге қаржының тапшылығынан, материалды жағдайдың нашарлығынан келісіп жатады. Ал Айлаға келер болсақ, оның бұндай материалдық, яғни қаржылық қиыншылығы жоқ еді. Дей тұрғанменен, Жетісай қаласында Айланы жақсы танитын азаматтар Айланың Сирияға аттанғанын растап отыр. Айла өзі бір беткей, айтқанынан қайтпайтын, өте қайсар жігіт еді. Оның қайсарлығын, табандылығын Қырықбаев Қайрат жанындағы жігіттерменен соққыға жығып, әбден тепкілеп, аяқ қолын ұрып сындырған кезде Айланың айтқаны мынау еді: шибөрі ұқсап, жабыла бермей, менің жанымды қинамай. Дәл сол уақытта түн болатын, ай шайдай ашық болып, әппақ болып тұрған болатын. Айға қарай қолын жайып, одан да мені Аллаху акбар деп тамағымнан бауыздай салыңдар деген. Міне осындай өте қайсар азамат еді. Сирияға аттануының қандай себеп екені әлі күнге дейін белгісіз. Айланың металл жинау пункттері, мақта жинайтын пункттері, бұларды санамағанның өзінде бір атар малдың өзі Айланың ештеңеден мұқтаж болмауына жеткілікті еді. Біздің пайымдауымызша, осы діни ағымдағы, яғни ваххабист болса керек, бұлардың түсінігі бойынша соғыста өлген шейіт деген сөз бұлардың санасына қалыптасқан. Және бұлардың пайымдауынша түбінің түбінде кәпірлер менен мұсылмандар соғысады деген пікір қалыптасады. Сол үшін бұларда жихад деп атайды. Сол жихадқа аттанса керек. Айла өзінің Сирияға аттанатынын керек десеңіз жанындағы
ең сенімді жігіттерге де тіс жарған емес. Бұл Айланың Сирияға кетуінің анықталғаны жобамен 2014 жылдары әуелі Ресей басылымдары жариялаған. Айла жанындағы жігіттермен бірге атыс болған аймақта кетіп бара жатқан жерінде гранатометпенен атып, содырлар жарып жіберген. Бұл оқиғаны әуелі Ресей мемлекеті жариялап, соңында қатаң тексерістің арқасында ішінде бір қазақстандық азамат болған деп нақтысын жариялайды. Сонан соң ғана Қазақстан мемлекетінен сол жақтағы елшіліктерге хабарлама түсіп, Айланың мәйітін анықтағанға ұқсайды. Міне қымбатты тыңдармандар, өз жерінде, өз елінде, отбасының алдында өте беделді болып жүрген, жора жолдастарына ақылшы болып жол көрсеткен Айла Сирия мемлекетіне барып, ажал құшты. Енді әңгімені қорыта келе, дәл осы кезең Сирияға қазақстандық азаматтардың жаппай болғанда, сол бахабист ағымындағы адамдар көптеп жөнелтілген екен. Қазақстанға еңбек сіңірген Мекемтас деген ағамыздың ғалым Данагөй Қазақстанның халық ақыны, айтыскер ақын Мұхамеджан Тазабековпен сөйлескен сөзінде айтылған дәлелі бар. Мекемтас ағамыз Мұхамеджанды осы Сирияға Қазақстан азаматтарын үгіттеп, насихаттап, айналыстың деп айыптайды. Міне осы Мекемтас ағамыздың сөзіне сүйенсек, дәл сол уақытта қазақ елінен мыңдап жалдамалы әскер болып, Сирия еліне аттанғанға ұқсайды. Соның бірі болып, Айла да Сирия еліне аттанған екен. Айланың сонда аттанғанын Айла қайтыс болған кезде ғана көп адамдар біліпті. Демек, бұл жағдай жасырын түрде жасалған әрекет болса керек. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, бала шағамызды бұндай іс әрекеттерден бойларын аулақ ұстау үшін әр күні біздің еліміз Қазақстан тек қазақ елі жері үшін ғана отан қорғауға керек болып жатса соғысуға дайын болу керек. Ал біз ешқандай қазақ жеріне қатысы жоқ елдерді қан төгіп соғысуға қақымыз жоқ. Міне қымбатты тыңдармандар, әңгімелеріміз қандай да бір әсер қалдырып жатса, лайк басып, тіркеліп, қолдап қойсаңыздар болады. Арнамызға тіркелмеген тыңдармандарымыз болса, арнамызға тіркеліп, бізге көмек қолын ұсыныңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз бізге ауадай қажет. Көп жиылса көл, тамшыдан теңіз құралады деуші қазақ атам. Сіздердің әрбір басқан лайктарыңыз, әрбір арнамызға тіркелгендеріңіз бізге үлкен күш қуат береді. Ал ендеше қымбатты тыңдармандар, келесі әңгімемізді жолдағанша сау, саламатта болыңыздар. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Қазақстанымыз қанатын кеңге жайып қарыштай берсін. Сіздер менен әңгіме дүкен құрған Әлидің әңгімелері YouTube арнасы, ал мәтінді оқыған Әли Азат Байұлы.